Құрметті бауырлар, Рамазан айы Алла тағаланың парыз болған міндеттеріндегі Рамазан оразасының себебінен парыз болды. Рамазан айы. Ол айдың құрметі әлбетте бірінші оразаның ұлылығы үшін, ол Құран үшін, басқа үшіннен бұрын ең бірінші ораза үшін құрметті. Ендеше ораза бұл біздің дінімізде 2-ші хижри жылы. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Меккеден Мадинаға хижрат қылғаннан кейін келесі жылы ораза айында ораза тұту, Рамазан айында ораза тұту парыз болды. Ол парыздығы Бақара сүресінің 183 аятымен келеді. Алла тағала: "Уа иман келтіргендер, сіздерге әуелгілерге парыз болғандай сіздерге де ораза парыз болды" деп белгілі бір күндерде деген мағынадағы аяттар келеді. Міне осы аяттардың себебінен сізбенен бізге әрбір ақылы бүтін, балиғатқа жеткен, денсаулығы дұрыс, соған шыдай алатын адамға ораза парыз болды. Парыздың ұлылығы жайында бір-екі ауыз сөз. Құрметті жақсылар, нәпіл ораза жақсы шығар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға нәпіл оразаның ұлылығы туралы, оның киелілігі туралы айтылған сөздер көп келген. Мысалы бір кісі: "Я Расулалла, мен тоқтамай ораза тұталам, маған соған рұқсат бер" дегенде пайғамбарымыз рұқсат бермейді. Әр дүйсенбі, бейсенбі күні ораза тұтыңыз деп айтады. Оған да күшім жетеді дегенде, әр айдың жарық болған кезінде, яғни ай толған кезінде 13-ші, 14-ші, 15-ші түндері ораза тұтқаныңыз абзал деп айтады. Ол кісі айтады: "Менің оған да күшім жетеді" дегеннен кейін бір күн тұтып, бір күн тұтпа. Бұл Дәуіт пайғамбардың оразасы, ең абзал ораза осы дейді. Бұл нәпіл оразаларды осылай пайғамбарымыз түсіндірген сөздер бар. Әйтсе де, қандай оразаның нәпілдің түрлері көп болғанменен парыздан абзал емес. Естеріңізде болса, өткен кездесулерімізде айтқанбыз. Мысалы, біреулер тахаджуд намазын мақтап жатады. Түнгі намаз деген дұғаның қабыл болатын уақыты, Аллаға тоқтаусыз қабыл болатын уақыттар. Сол үшін мен күндіз басқа намаздарды оқымай түнгі намазды оқысам бола ма деген сияқты болады. Қажет намаз деген бар, истихара деген намаз бар. Намаздардың түрлері көп, бірінен бірі абзал, бірінен бірі әдемі болады. Әйтсе де бұның бәрі нәпіл, қосымша намаздар. Нәпіл дегеніміз қосымша дегені. Бірақ біздің мойнымыздағы парызымыз одан артық ұлы нәрсе жоқ. Алла тағала үшін одан артық сүйікті нәрсе жоқ. Мен айтқым келгені, құрметті жақсылар, ораза Құран-ы Кәрімдегі Бақара сүресінің аятындағы келгендей сізбен бізге парыз екен. Кімге парыз? Біріншіден ақыл есі бүтінге, екіншіден балиғатқа жеткен адамға, әлбетте ең бірінші мұсылман адамға қойылды. Одан кейінгі нәрселерде денсаулығы көтере алатын, сапарламаған адамдарға міндет болып келеді. Ал енді бас бостандығы жоқ, немесе сапарлап, немесе денсаулығы көтере алмай жатқан адамдарға ол міндеттігінен түсетіндігі жайында да Құранда айтылады.